Selam dostlar, qalaysizlar. Bugun bizi жаңа video. Bugun men 24 saat mama bo'laman. Endi bugun bizim böbretayimiz olib qoldi. So'ndaqdan mama qo'l bo'samay жатыр. Tamoq isteydi, uy jinogan. So'ndaqdan men 24 saat men mama bo'laman dostlar. Endi mama qiyin bo'ladigan шығар. Endi ketdik. Dostlar, men o'z komnatadan boshlab жатырмын. Ko'rganingizdek, o'z komnata shashilib жатыр. Men hozir o'z komnatani jinaytib bo'lamiz. Ketdik. Dostlar, біздің Кәусар өзі айтқандай 24 сағат мама болады. Біздің бұл челленджді түсіруіміздің себебі негізінен қазір бөпетай ауырып, мен үйге қарай алмай, кішкене қиналып қалдық. Біздің бөпетайымыз бір ауырса, мүлдем ұйықтамайтын әдеті бар. Сол үшін мен үлгере алмай жатырмын. Кәусар маған көмектесу үшін 24 сағат мама болуға келісті. Кәусар, ұнап жатыр ма саған? Я, ұнап жатыр, бірақ кейін жылап қалатын сияқты. Қазір камина төңкесе точно жылап қалатын сияқтысың сен. Я, пока оңай болып жатыр, үйдің тірліктерін істеп жатыр. Қазір соң Кармин Айсұлтан келеді, одан кейін біздің Кәусар бүгін бірінші рет тамақ істейді. Достар, Кәусар посуда жуып болды. Міне. Достар, енді мен мамам шай ішкісі келіп тұр. Енді мен шай дайындауға барам. Достар, Кәусар маған шай дайындайтын болып келіскен едік қой, иә. Екеуміз тек конфетпен, тәттімен шай ішеміз деп ойладық та. Енді конфеттерді барып алып келейін десем, нағыз мен де барам дейді ғой. Потому что бүгін бұл мама екен. Бұл сол конфеттердің қайда тұратынын көріп алып, сосын аналар садиктен келген соң соларға береді екен. Себебі бұл мама ғой, иә. Солай мені пайдаланып, конфеттердің тәттілерінің қай жақта тұратынын біліп алмақшы. Жоқ, бұл бүгін білсе, ертең ол конфеттер үйде жоқ болады бәрі. Потому что мен Кәусармен балалардың қандай екенін білем ғой. Кәусар маған конфетпен чай беріп жатыр. Достар, Кәусар бүгін бізге манты істеп берем дейді. Но бірақ та сағат қазір уже 5 болатыр, папасы 6-да жұмысқа кету керек. Сол үшін оңайлау бір тамақ істе десем, жоқ, мен манты істеймін дейді ол. Еще мен аналар тарелкені көру керекпін ғой. Болды, онда үлгермейсің. Давай онда тез бермеші істейік, иә? Давай. Достар, біздің Кәусар тамаққа дайындықты бастады. Фаршты шығарып қойды. Енді картошка мен пияз ашып жатыр. Кәусардың қуырып жатқан тамағы. Вермишельді осындай асветечкаға қыздыра салайын деп тұр, иә, Кәусар? Иә. Негізі бұны қуыру керек қазанға. Бірақ та бұл бізге қызарса болды, сол үшін біз бұны печкаға қыздырып алайын деп жатырмыз. Сағат уже 5 болып қапты, иә, Кәусар? Кәусар мусорды төгіп, ары қарай балаларды садиктен алып келуге кетіп бара жатыр. Мен мусор тасып кеттім. Балаларды садиктен алып кетейін деп жатырмын. Мен 24 сағат мамам ғой. Енді осы маманың тірліктерін істейтін боламын. Мен садикке келдім. Қазір балдарды алып кетейін деп жатырмын. Бізбен бірге боламыздар, жүр. Біздің мамамыз мына екі баланы садиктен алып келді. Аяқтарың лай болып кетті ғой, иә. Қайда? Кім берді саған ондай киндер сюрпризді? Апай.
Do'stlar, men shon surtuvni boshladim. Bizning Kavsar, ya'ni bugun mama ғой endi. Уборка жасап шығады үйде. Сыпырып. Табағымнан жеп көріңіздер. Ас дәмді болды. Тәмді болыпты, уже жеп көрдің ба не? Иә. Ал, ас болсын бәрімізге, иә? Иә. Кәусардың істеген тамағын жейін деп тұрмыз. Түрі міне осындай. Достар, біздің Кәусар неге бұлай жатыр деп ойлайсыздар? Себебі бұл қыздың настроениесі жоқ. Потому что бұл бізде мама ғой. Ал мына жақта Алёка бәрін жайғастырып жатыр. Я, Алёка? Не осындай болып шықты. Күшті. Маған мына жатыр, іші де піскен. Одан кейін біз маған жүрек істейін ба? Түнгі шайға Кәусар панкейк істеп берейін деп жатыр. Бірінші рет істейін деп жатсың, иә, Кәусар? Кәусар балаларға ертегі оқып жатыр. Үйренесің? Бүгін өзім ұйықтатам, кете беріңіз, бөпетайыңызды ұйықтатсаңыз болды дейді ғой. Кете берейін ба, ұйықтатасың ба өзің? Иә, дұрыс. Уже бір тарелкасы дайын.